Бүгін Greenleaf'тің офисына барып, тағы да көп инсайт алып келдім, сіздермен бөлісейін деп жатырмын. Айттым ғой, күнде бізде сағат 12-де и 3-те көп лидерлар сабақ береді, кезек-кезек. Өздерінің жетістікке жеткендерін айтады, кім қалай жетістікке жетті, қалай команда құрды. Оған бара беру керек, күнде бара беру керек. Сол бүгін президент туралы көп мағлұмат алып естідім да, өте сондай бір керемет жақсы кісі екен да. Үйіне барып келген кісілер бір-бірінен естиді ғой, енді командаға сабақ беріп жатқан кезде айтады, үйіне барған кісілерді соншалықты бір андай керемет немен күтіп алған екен да. И каждыйына жаңағы каждый қонаққа мынандай конверт беріп жатыр екен. Уильям сол біздің қазір Greenleaf'тің президенті соншалықты жақсы адам екенін біз уже жайлап естіп жатырмыз. И кейбіреу жаңағы бір обычный конверт екен деп бүйтіп сала салып бүйтіп отырған ғой. Сөйтсе ашыңдар деген ғой. Сөйтіп біреусі ашса ішінде жаңағы Қытайдың юанімен ақша дейді да. Енді былайша айтқан кезде точно түсінбедім енді қанша ақша екенін, бірақ миллионнан астам ақша болып тұр ғой. Әр қонағына ойлаңызшы. Оның осындай бір сыйлық беретін сондай бір несін уже бәрі айтып жатыр адамдардың. Өйткені осы біздің Алматы аренаға 3 жылдығына келіп адамдардың бәріне жаңағындай үлкен мынандай сумка іші толған косметика дейді. И кейбіреулеріне жаңағындай телефон, кейбіреулеріне конвертпен $100 берген, енді бір сондай жүрегі ашық сондай кісі екен. Оказывается, бұл кісі 8-ші орында тұрған миллиардер екен Қытайда. Айтамыз ғой, жаңа біз танитын Табо, маркетплейстердің нелері көп қой. Сол кісілердің былайша айтқан кезде 8-ші орында тұрған миллиардер кісі екен. Енді бұл кісінің қандай мақсаты бар? Бұл кісінің мақсатын даже мен Google-ға жазып көрдім. Мақсаты бұлай адамдардың бай болғанын қалайды, адамдардың әдемі болып жүргенін қалайды екен. То есть бұл кісі өзінің пайдасын бізге халыққа тигізгісі келіп жатыр. Сондай маркетинговый планмен экопродуктысын былай СНГ-ға, дүние жүзіне көрсетіп жатыр. Енді біздің жаңағы неше түрлі продуктыларын қолданып жатырмыз. Мысалға витамин С-сын көрдік, ішіп, мысалы тамағын қышып ауырып тұрған, былай енді басталып жатқан ғой. Соны ыстық суға бүйтіп бір таблеткасын салып едім, пш деп кәдімгі ішіп алып едім, кәдімгідей жеңілдеп қалды. Әркім өзі қандай продуктысын қолданады, сол продуктыға отзыв айтып жатыр да. Жақсы, жаман болса жаман деп айтатын еді. Біреудің шашы түсіп қалған, шаш өсіп жатыр дейді, шампуньмен жуса. Біреудің беті үнемі майланады, соған специальный кремдері бар. Енді продуктысы жетеді. Мен айтайын дегенім, алла қаласа маркетингтің сабағын толық бәрін біткен соң, и бізде алдында айттым ғой, команда болып жиналамыз, құраламыз. Осы арнайы қазір подписка жинау үшін осындай видеолар түсіріп жатырмын. Алдағы уақытта топ лидер қалай болу керек, сол сабақтарды өзім оқып жатырмын ғой, сол сабақтарды мен сіздермен тегін бөлісемін. Енді арнайы топ лидер болудың өзінің жолдары бар екен. Бірінші, мақсат қою, мақсатты определять ету. Сіз осы болашақта, осы жақын арада 1 жылдың ішінде қандай мақсатқа жетуіңіз керексіз. Мысалы, мен мақсатым айқын да, жазып қойдым мақсатымды. Мен Greenleaf компаниясында директор болғым келеді деген сияқты. Сол мақсаттарды айқын қойып, күнделікті соған жұмыс істеуіміз керек. Дисциплина болу керек. Бір күн келіп сабаққа, бір күн қатысып, бір күн қатыспай деген сияқты тоже болмайды да. Өзіңіз толық біліп тұрған кезде, шынайы эмоциямен, шынайы адамдардың қуанғанын көріп, жаңа айтып жатыр, бүгінгі берген сабақ кісі бүйтіп несін кабинетін ашып тұрып, адамдарға дәлелдеп, сондай эмоциямен түсіндіріп жатыр. Ол кісінің зарплатасы каждый айдың 10 күн түсіп тұрады, осы Greenleaf'тан. Қанша миллион деді? 7 миллион таза түсіп жатыр екен. Негізгі мақсат, бірақ ол кісі мақсатты жазып бастаған кезде 5 миллионға мақсат қойған ғой. Енді сол 7 миллион ай сайын түсіп жатыр. Өздеріңіз ойлаңыздаршы, ол 7 миллион қаяқтан түсіп жатыр? 7 миллион бағанағы адамдар тіркеуімен, олардың товар оборотынан
Бұл маркетингті мен сіздерге от души потом түсіндіріп беремін, жазып тұрып. То есть әр адам кіреді, кірген адам сауда істейді, ол кісі тағы адам кіргізеді, сөйтіп маркетинг планмен өзінің процентный маржасы бар. То есть 0,5% командадан алып отырасыздар. Мысалға тағы бір екі кісі туралы айтып кетті. Бір кісі вообще кіргенде вообще ұмытып кеткен ғой, жаңа 188 мың теңге кіргенде ұмытып кеткен ғой. Ұмытқанда не адам кіргізбеген, ешқандай активность жоқ, не товар алмаған деген сияқты. Ол кісі қазір бір жылдан кейін айына 60 мың теңге, 64 мың теңге түсіп отыр екен. Естіп жатырмыз да. Ал екінші кісінің командасы одан да ұзағырақ болып кеткен, 1,2 миллион теңге еш нәрсе істемей алып отырған. Ол қалай? Үстіндегі спонсор дейміз ғой, спонсор бір аяқ жазады ғой. Сол аяқ кетіп қалған да. Аяқ кетіп қалған, олар жұмыс істеп кеткен, сауда істеген, адам тартқан. Сонымен олардан жаңағындай 0,5% түсіп отырып, уже осындай дәрежеге жеткен бір жылдың ішінде. Енді мақсат бұл жерде 188 мың теңгемен кіріп, тек жұмыс істемей, бір жылдан кейін 1,2 миллион алады екен деп, ол да болмайды. Әрекет ету керек, жан-жағыңызда адам көп қой енді. Өлдім дегенде екі адам кіргізуіміз керек қой, оң аяғыңызға, сол аяғыңызға. Оны қалай кіргізетін, қалай адамдарға түсіндіру керек екен, бәрін болашақта Алла қаласа айтатын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, маған жазылыңыздар. Жеке танысып, WhatsApp группа ашамыз, сол группаға жазыла беріңіздер. Алла қаласа тағы кездесеміз.